Қайырлы күн достар, сіздермен бір жасағанда сәтті шығатын рецептімен бөліскім келіп отыр. Үй жағдайында жасасаңыздар өте дәмді шығады. Бұның аты бөрек деп аталады. Қолдан жасалған қатпарлы әдемі дәмді бөрек шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де осындай бөректі жасап көруге кеңес беремін. Өйткені бұл өте дәмді әрі тез және қатпарлы болып шығады. Бұл жерде менде дайын қамыр, видеоның астына жазып кетемін. Қамырына не жасау керек, яғни не қосу керек. Бұл жердегі қамырды мен қолмен домалақ көлемде көз мөлшерінде бөліп алдым. Және де начинкасын алдын ала пісіріп дайындап қойдым. Начинкасы менде картошка. Енді видеодағыдай жақсылап тұрып қамырды жаясыздар. Міндетті түрде жұп-жұқа болу керек. Міндетті түрде жұп-жұқа етіп жаясыздар. Және осы видеодағыдай әдемілеп орайсыздар. Негізі қамыр жұқа болған сайын бұл бөрек қатпарлы, жұмсақ, әдемі шығады. Осылай жасап көріңіздер. Және дайын болған бөректі осылай жұмыртқаның сарысыны жаға отырып, дайын қызып тұрған печканы қосып, сол печкаға салып аламыз. Енді өздеріңіздің градустарыңызға қарай печканы қосасыздар. Менде 170 градусқа пісіріп шықтым. Міне дайын болған қатпарлы, дәмді әрі тез дайын болатын бөректің рецептісімен бөлістім. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, дастарханның сәнін келтіретін, тез әрі тәтті шығатын рецепт. Барлықтарыңыз менің каналыма жазылып қойыңыздар. Міндетті түрде өздеріңіздің лайк, комментарияларыңызды жазып өтіңіздер. Және де осы видеоны соңына көргендеріңізге рахмет.